Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ, пышный болып пісетін құймақты қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Сіздерге ескерте кететін бір жайт, құймақ жасауда айраныңыз бөлме температурасында, яғни жылы болуы қажет. Немесе микроволновкаға 1 минутқа салып алсаңыз болады. Сонымен кірісейік, ең алдымен 2 жұмыртқаңызды салып, таза табаңызға, содан соң 4 ас қасық шекеріңізді салып, сәл ғана венчикпен ұрып араластырып алатын боламыз. Ендігі сәтте керек ингредиенттерді кезек-кезеңмен сала беретін боламыз. Шым-шым тұзымызды, содан соң жарты шай қасық содамызды салып, сәл араластырып, жылы айранымызды құятын боламыз. Айранымызды құйып араластыру барысында сода мен айран реакцияға түсіп, сәл көпірши бастайды. Ол дұрыс нәрсе. Содан кейін барып қана ұныңызды салыңыз. Достар, ескерте кететін жайт, ұныңызды алдын ала електен өткізіп алғаныңыз дұрыс. Себебі арасына ауа араласқан ұн, яғни електен өткізілген, құймағыңыздың биік болуына, пышный болуына әсер етеді. Осылайша 3-4 бөлікке бөліп, жаймен ғана араластырып, біркелкі консистенцияға келгенге дейін венчикпен араластыратын боламыз. Достар, құймаққа қажет идеалды консистенция видеода көрсетілген. Себебі төменде көрсетіп кеткендей 250 грамм ұнның орнына сізде 230-240 грамм ұн кетуі мүмкін. Себебі әркімде мысалы жұмыртқаның көлемі әртүрлі болады, соған байланысты ұнның мөлшері де әртүрлі қосылатын болады. Осылайша біркелкі араластырып, қою қаймақ секілді консистенцияға келгенше венчикпен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Мінекей достар, сәл сұйықтау сияқты, сол себепті сәл ғана ұн қосып араластыратын боламын. Содан кейін бізге керекті құймақтың консистенциясы дайын болады. Мінекей достар, енді құймағымызды пісіруге кірісейік. Ең алдымен табамызға күнбағыс майын молырақ етіп құйып алғанымыз дұрыс. Содан соң ең алдымен қатты қыздырып, содан соң отты бәсеңдетіп, құймағымызды құйып, екі жағын аударып пісіріп алатын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Осылайша бір ас қасықтан қоспаңызды майға салып, екі жағын аударып пісіріп алатын боламыз. Сол кезде құймағымыз да дайын болады. Мінекей достар, бар болғаны осы, өте оңай және тез жасалады, ал дәмін айтсаңызшы, өте дәмді. Балмен немесе қаймақпен жеуді ұсынамын. Осындай пышный болып, жұмсақ болып піседі. Таңғы асқа ең керекті астардың бірі. Сіз де жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.